Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін мен бір жасағаннан ақ сәтті шығатын шөберекейдің рецептісімен бөлісемін. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Алдымен ұнымызға бір ас қасық сұйық майымызды құямыз. Оған қайнап тұрған тұзды суымызды құямыз да қамыр илейміз. Фаршымызға блендердан өткізілген жуаны, сосын тұз, бұрыш, сосын жарты стақан салқын су құйып араластырамыз. Нанымызды жаямыз да, ішіне фаршымызды салып, осылай түйеміз шөберекейімізді. Сосын орташа отта қызып тұрған майға пісіріп аламыз, екі жағын аударып. Отымыздың астын өте